Бірде ғалымдар тобы зерттеу жүргізді. Мақсаты өлім алдында әлемге машһүр атеистердің соңғы сөздері мен іс-әрекеттері қандай болғанын анықтау болатын. Фридрих Ницше, философ, есінен ауған күйінде темір торда иттерше үріп қайтыс болды. Вольтер, ұлы сайқымазақ, оның соңғы сәттері тіпті қорқынышты. Түні бойы кешірім сұраумен азаптанды. Оның жеке медбикесі Еуропаның барлық ақшасын берсе де, мұндай өлімді қайта көрмесем, имансыздың өлімін деген екен. Давид Хюм, атеист, өлім алдында бір сөзді қайталаумен болды. Мен алаулаған от ішіндемін. Оның зары өте қорқынышты болатын. Наполеон, император, оның дәрігері өз естеліктерінде жазғаны осы. Император толық жалғыздықта жанын тапсырды. Өліммен айқасы тіпті үрейлі көрінді. Вольфганг Гете, ақын, жарық жетіспеуде. Ленин, құдайсыз кеңес үкіметін орнатқан. Азамат соғысында 22 миллион адамды қырған. Мүрдесін жер әлі қабылдамай жатыр. Толық ессіздікте қаза тапты. Миллиондаған адамдар үшін көсем болған ол, соңғы секундтарды үстелдер мен орындықтардан тізерлеп отырып кешірім сұраған. Уинстон Черчилл, ағылшын премьер-министрі. Неткен ақымақ едім. Ярославский, атеистік халықаралық ұйымның президенті. Өтінемін, менің бүкіл кітаптарымды өртеңіздер. Мен қателестім. Бразилия саясаткері Танкреду де Амейду Невес сайлау алды бағдарламасында, егер мен 500 мың дауыс жинасам, Құдайдың өзі тақтан мені тайдырмас деген. Әрине, ол бұл дауысты жинады. Бірақ президенттікті қабылдауға бір күн қалғанда жасынан ерте озды.